Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда жаңа жылдық салат жасайтын боламыз. Өте оңай әрі дәмді және дастарханның сәнін кіргізетін осындай әдемі салат шығатын болады. Алдымен біз картоптан осындай фри жасап алуымыз керек. Жіңішке үкіштен өткізіп аламыз және осыған салқын су құйып, крахмалын кетіріп шайқап алуымыз керек. Салқын суға жақсылап жуып аламыз және жуып алғаннан кейін осындай қағаз сүлгіге немесе осындай орамалға суынан кептіріп алуымыз керек. Суын міндетті түрде кептіріп алыңыздар. Су күйінде майға салуға болмайды. Мінекей картоптарымыз кепкеннен кейін қызып тұрған табамызға азғантай май құйып, осы картошкілерімізді сарғайтып пісіріп алуымыз керек. Майға салғаннан кейін бірден араластырмаңыздар. Кішкене қатайғаннан кейін барып, сары түскенен дегеннен кейін барып араластырыңыздар. Мінекей осындай түсте етіп, барлық картоптарымызды пісіріп алуымыз керек. Мінекей барлық картоптарын пісіріп алдым. Фри дайын және суға піскен сәбіз, қызылша және жұмыртқа керек. Алдын ала пісіріп, салқындатып қойған болатын. Және осы барлық көкөністерімізді біз жіңішкелеп турауымыз керек. Қатты ұзын емес, орташа ұзындықта етіп, жіңішкелеп турап аламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма жаңадан келген көрермен болсаңыз, каналыма подписка жасап және ұнаған видеоларыңызға лайктарыңызды баса кетіңіздер. Алдыда әлі жақсы салаттардың, тәттілердің рецептері шығатын болады. Мінекей барлық сәбізді, жұмыртқаны, қызылшаны барлығын жіңішкелеп турап аламыз. Туралған көкөністерімізді барлығын бір ыдысқа саламыз. Мінекей барлығын турап болдым. Енді осыны жаңа қуырып алған фриіміздің жартысын салатын боламыз. Және азғантай бөлігін алып қаламыз. Бұл бетіне сепкенге және кукуруз қосамыз. Енді осыған дәміне қарай тұз қосамыз. Және майонез қосамыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан салатымызды ыдысымызға әдемілеп саламыз. Менде осы 2 порция шықты осы салаттан. Ыдысымызға салып алдық. Енді осының үстіне әдемілік үшін осындай азғантай кукурузды сеуіп шығамыз және жаңағы алып қалған фриді бетіне осылай биік етіп қоятын боламыз. Мінекей біздің жаңа жылдыққа арналған өте дәмді, әдемі салатымыз дайын. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Және осы видео ұнаған болса, өздеріңіздің достарыңызбен, туысқандарыңызбен поделиться деген батырмасын басып, бөлісе кетіңіз.